Баршаға сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Бүгін мен сіздерге асқабақ қосылған штрудель тағамының өте дәмді түрін жасап көрсететін боламын. Өте қарапайым үйдегі бар заттармен және де ерекше дәмді тағам міндетті түрде жасап көріңіздер, қыздар. Біз жұмысымызды қамыр дайындаумен бастайтын боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа қажет болады және де бөлме температурасындағы суды құйып, үстіне тұз салып және де үстіне електен өткізілген ұнды салып, әдемі етіп біркелкі қамыр жасайтын боламыз. Қамыр қолға жабыспайтындай болғанша жақсылап илеңіздер, қыздар. Кейіннен қыздар барлық заттың мөлшерін описанияға қалдыратын болам. Міндетті түрде сол жерде қарап, тура қылып істесеңіз, сіздің де қамырыңыз әдемі болып шығады, қыздар. Осындай қамыр шыққаннан кейін бетін жауып, демалдырып 15 минутқа қойып қоямыз. Енді начинкасын дайындайық. Начинкасында бұл жерде менде асқабақ, негізі сәбіз бен пиязды кішкене қуырып жіберіп қолдансаңыз да болады. Асқабақты теркадан өткізіп алып, үстіне бірінші кішкене шекер салып 5 минутқа қойып қойдым. Кейіннен шекер ерігеннен кейін үстіне тұз, бұршын салып бір араластырып дайындап қоясыздар, қыздар. Негізі асқабақтарыңыз дәмді болса, шекер салмасаңыздар да болады. Енді қамырды илейміз, қыздар. Начинка дайын болғаннан кейін қамырды бірінші осылай қолмен, кейіннен оқтаумен жайып, әдемі етіп, барынша жұқа етіп жайыңыздар. Өте жұқа болса әдемі болып піседі. Кейіннен ортасына кәдімгі сұйық майды құйып, барлық жеріне біркелкі етіп жағып, жаңағы начинкасын барлығын салып, барлық жеріне біркелкі етіп салып шығамыз. Дәл осы видеодағыдай көрсетілгендей етіп ораймыз. Негізі осы үлкен қамырдан бір рулет емес, ортасынан бөліп 2 рулет жасаңыздар, сонда ортасы өте тез піседі және де шала болмайды, пісті ма піспеді ма деп уайымдамайтын боласыз, қыздар. Осы 2 рулетті әдемілеп осылай бөліп шығамыз. Біздің штруделіміз дайын. Енді біз қуырмаштарды дайындайтын боламыз. Қазанға майды салып, осылай заттарымыздың барлығын дайындап, ашып тура боламыз да. Майымыз қатты қызғаннан кейін барып етті саламыз. Өйткені қатты қызса, етіміз қып-қызыл болып, әдемі болып қуырылады. Кейін етіміз қуырылғаннан кейін үстіне пиязды салып, пиязды да сәл қуырамыз. Одан кейін сәбіз, болгар боршы және қызанақты салып, тағы да біраз қуыратын боламыз. Барлығы қуырып, әдемі болды деген кезде үстіне картоп саламыз. Картопты қатты майдалап тураудың қажеті жоқ, өйткені штрудельдер 30-35 минут піскен кезде картоп езіліп кетуі мүмкін, қыздар. Кейіннен үстіне тұз, бұрыш, өзіңізге ұнаған приправаларды салып, жаңағы штрудельдерімізді осылай орналастырып шығамыз да, үстіне 200 граммдай су құйып, бетін жауып бұқтыратын боламыз. Бір қатты қайнағаннан кейін астын жай қойып 35-40 минут пісіресіздер. 35-40 минуттан кейін осындай керемет дәмді тағамымыз дайын. Үйдегілердің барлығына міндетті түрде ұнайды, қыздар. Өте дәмді болып шығады. Және де менің осындай оңай рецептерім ұнап жүрген болса, міндетті түрде арнама жазылып, қазақша каналдың дамуына үлес қосыңыз, қыздар.